Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Әсемгүл айнаға ұзақ қарады. Бетінде әжім бар, жасырмайды. Бірақ көзінде от бар, оны ешкім өшіре алмаған. 50-ге толғанына 2 ай өтті. Сол күннен бері жұрттың көзқарасы өзгергендей. Бірі апа деп сөйлейді, бірі тым артық қызығады. Ал ол болса, әлде өзін әйел сезінеді. Қарапайым, бірақ тірі, қалаулы әйел. Тойға кешігіп келді, зал толы. Күлкі, музыка, бокал сыңғыра. Әсемгүл қара түсті, денесіне қонымды көйлек киген. Ашық емес, бірақ өзіне сенімді. Қасында құрбылары жоқ, әдейі жалғыз келген. Соңғы кезде жалғыз жүруді үйренген. Отырған орнына да жетпей, бір көзқарасты сезді. Жігіт, жас, өзіне тік қарап тұр. Қашпайды, тайсалмайды. Әсемгүл бір сәтке абдырап қалды. Қарап тұрған шығар, деп ойлады да, басын басқа жаққа бұрды. Бірақ көзқарас кетпеді. Сізге орын бос па? Деді жігіт аздан соң. Даусы сенімді. Әсемгүл басын изеді. Әсемгүл, деді ол өзін таныстырып. Айдос. Қол алысты, қолының жылуын сезді. Өзінен кіші екенін бірден білді. Бірақ дәл қаншаға сұрамады. Музыка қатты еді, әңгіме өзі басталып кетті. Айдос оның жұмысы туралы сұрады, өмірі жайлы қызықты. Жасыңыз нешеде? Деп сұрамады. Сол сәт Әсемгүлге ұнады. Еркектердің көбісі алдымен соны сұрайтын. Сізді байқадым, деді Айдос тік қарап. Басқалар сияқты емес екенсіз? Қай жағынан? Деп күлді Әсемгүл. Өзіңізді ұстайсыз, бірақ ішінде бір нәрсе бар, қорықпайсыз. Осы сөз жүрегіне тиді. Өйткені ол қорқатын. Қоғамнан, өсектен, жасына қарамай деген сөздерден. Бірақ соны ешкімге білдірмейтін. Тойдың ортасында билеуге шақырды. Әсемгүл бір сәтке ойланды. Жоқ десе бәрі бітеді. Иә десе бір шекарадан өтеді. Ол иә деді. Билеп тұрған кезде айналадағы көзқарастарды сезді. Әйелдер сыбырлап тұр. Ер адамдар үнсіз бақылауда. Бірақ Әсемгүл сол сәт бәрін ұмытты. Денесі еркін қозғалды. Ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін тірі сезінді. Сіз әдемісіз, деді Айдос сыбырлап. Бұл комплимент емес, факт сияқты айтылды. Тойдан кейін сыртқа шықты. Түн салқын. Әсемгүл пальтосын кие бергенде Айдос көмектесті. Қарапайым қимыл, бірақ жүрегі дүрсілдеп кетті. Кофе ішейік, деді ол. Әсемгүл тоқтады. Осы жерде бәрін тоқтатуға болар еді. Жоқ десе, үйіне кетеді. Ертең бәрі ұмыт болады. Бірақ ішіндегі үн басқа нәрсе деді. Жарайды, деді ол ақырын. Кафеде тыныш еді. Айдос ашық сөйлесті. Өзін жасырмады. Сізден ұялам, деді ол. Неге? Өйткені сіз не қалайтыныңызды білесіз, ал мен әлі іздеп жүрмін. Бұл сөз Әсемгүлді ойландырды. Мен не қалаймын, деп өзі нақты білмейтін. Кеш соңында Айдос оны үйіне дейін жеткізді. Қоштасарда артық қимыл болмады. Тек көзқарас. Тағы көрсеміз бе? Деді ол. Әсемгүл бір сәт үнсіз тұрды да, білмеймін, деді шын айтып. Үйіне кірген соң ұзақ отырды. Айнаға қайта қарады. Сол әжімдер, сол көздер. Бірақ ішінде жаңа бір қозғалыс бар еді. Телефоны дір етті. Хабарлама. Бүгінгі кешке рахмет, сіз ерекше әйелсіз. Әсемгүл керең демалды. Бұл жай кездесу емес екенін сезді. Әсемгүл таңертең әдеттегіден ерте оянды. Ұйқысы қанбаған. Түс көрмеді, бірақ мойы тыным таппағандай. Кеше болған кеш көз алдынан кетпей қойды. Музыка, көзқарас, Айдостың дауысы, соңғы хабарлама. Телефонын қолын алды. Жаңа хабарлама жоқ. Сол бір сөйлем ғана тұр. Сіз ерекше әйелсіз. Әсемгүл күліп жіберді де телефонды шетке қойды. Өзіңді қолға ал, бір кеш өмір емес, деді ішінен. Жұмысқа барды. Кеңсе бәрі бұрынғыдай. Компьютерлердің дыбысы, қағаз иісі, жас қызметкерлердің көбірі. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Ол көзқарастар. Әсемгүл апай, бүгін жақсы көрініп тұрсыз, деді жас қыздардың бірі. Апай. Бұрын Әсемгүл дейтін. Дауысы да өзгеше шықты. Қыздың көзі бір сәтке оның көйлегіне, сосын бетіне жүгіріп өтті. Түскі ас кезінде бәрі анық болды. Асханадағы екі әйел сыбырлап отыр. Әсемгүл кіргенде үндемей қалды. Бірақ бірінің телефонда сурет тұрды. Той. Кеше. Ол. Айдос. Жүрегі шым ете қалды. Көрдің бе? Деді бірі сыбырлап. Жас бала ғой.
елуге келгенде ұят емес пе? Әсемгүл естіді. Естімегендей түр көрсетті. Табақ алып кезекке тұрды, бірақ қолы дірілдеп кетті. Ашуы да емес, ұялуы да емес. Әділетсіздік. Түстен кейін құрбысы Ләззат қоңырау шалды. Әсем, сен кеше тойда бір жігітпен билепсің бе? Иә. Өзіңнен кіші дейді ғой? Иә. Үнсіздік. Мен жамандыққа емес, деді Ләззат ақырын. Бірақ адамдар айтып жатыр. Адамдар әрқашан айтады, деді Әсемгүл. Қойған соң керең дем алды. Неге әйелге бәрін есептеп істеу керек? Неге ер адамға рұқсат, ал әйелге айып? Кешке жақын тағы бір хабарлама келді. Айдос. Бүгін қалайсыз? Кеше туралы көп ойландым. Әсемгүл жауап жазбады. Бірден емес. Үйіне келіп, шай қойып, терезе алдына отырды. Көшеде жастар күліп жүр. Бірі қол ұстасып, бірі құшақтасып. Мен де бір кездері сондай болдым, деді ішінен. Ал қазір неге болмайды? Телефон тағы дір етті. Егер ыңғайсыз болса түсінемін, бірақ мен шын қызықтым. Осы сөз шешуші болды. Ол қызықтым деді, ойнадым демеді. Әсемгүл. Ыңғайсыздық менің емес, өзгелердің мәселесі. Жауап бірден келді. Онда ертең кездесеміз бе? Әсемгүл терезеден көзін алмай отырды. Ертең тек кездесу емес. Ертең өсекке қарсы қадам. Өз таңдауына жауап беру. Әсемгүл. Ертең, сағат 7, қаланың ортасында. Телефонды қойды. Қорқыныш бар. Бірақ оның үстінен басқа сезім басым еді. Өзін жоғалтпау. Әсемгүл оянғанда ең алдымен жүрегі ояу еді. Телефон тумбочкада жатып үнсіз тұр. Бірақ өзі дірілдеп тұрғандай сезілді. Кешегі кеш түс емес. Айдостың көзқарасы, қолының жылуы, тағы көрсеміз бе деген сұрағы бәрі анық. Телефонды ашты. Түнгі сағат 2-де келген хабарлама. Ұйықтай алмай жатырмын. Сіз туралы ойлап кеттім. Әсемгүл жауап жазбады. Жауап берсе, шекара сызылады. Ал ол шекарадан өтуге әлі дайын емес еді. Жұмысқа барды. Кеңсеге кіре салысымен біртүрлі тыныштық сезді. Әдетте шулап отыратын жастар бүгін тым жай. Көзқарастар ұзақ. Кейбірі күлімсірейді, кейбірі аяй қарайды. Әсемгүл, деді бөлім басшысы. Босай аласыз ба? Кабинетке кірді. Есік жабылды. Кеше тойда болғансыз ғой, деді ол тура қарап. Иә. Бір сурет тарады. Компьютер экранын бұрды. Суретте ол. Айдос. Билеу сәті. Қол ұстасқан. Тым жақын. Бұл жеке өмірім, деді Әсемгүл. Әрине, деді басшы. Бірақ бізде абырой деген бар ғой. Әсіресе сіздің жасыңызда. Сол сәт жүрегіне ауыр соққы тиді. Жасы. Тағы да сол сөз. Мен ешқандай заң бұзған жоқпын, деді Әсемгүл қаттырақ. Заң емес, әдеп, деді ол. Кабинеттен шыққанда қолы мұздап кеткен еді. Асханаға бармады. Далаға шықты. Ауа жетпей тұрғандай. Телефон дір етті. Айдос. Сізді ренжітіп алмадым ба? Бүгін бір түрлісіз. Әсемгүл ұзақ қарады. Оған бәрін айтып салғысы келді. Бірақ әлсіз болып көрінгісі келмеді. Әсемгүл. Адамдар тез сөйлейді екен. 1 минут өтпей жауап келді. Айдос. Сөйлесін. Мен үшін маңыздысы сіздің не ойлайтыныңыз. Бұл сөз оған күш берді. Кешке дейін жұмыс істеді, бірақ ойы бір жерде. Неге әйелге бәрі ауыр? Үйге келе жатып дүкенге кірді. Кассада 2 әйел тұр. Қазір кейбіреулер жас жігіттерді ұстап жүр ғой, деді бірі. Ақша бар шығар, деді екіншісі. Әсемгүл үнсіз өтті. Бірақ ішіндегі бір нәрсе сынып емес, қатайып келе жатты. Үйге келген соң көйлектерін шкафтан шығарып, бірін іліп, бірін шешіп көрді. Айна алдында тұрды. Мен әлі әйелмін, деді дауыстап. Телефон тағы дір етті. Айдос. Ертең кездесуге батылыңыз жете ме? Әсемгүл жымиды. Міне, нақты сұрақ. Қашатын жер жоқ. Әсемгүл. Батылдық жастың емес, таңдаудың ісі. Ертең, сағат 7. Жауап бірден келді. Айдос. Онда бұл жай кездесу болмайды. Телефонды қойды. Жүрегі тез соғып тұр. Қорқыныш бар. Бірақ енді ол басқа нәрседен қорқатын болды. Өзін тағы да үнсіз жоғалтып алудан. Кешке 7-ге 5 минут қалғанда Әсемгүл қаланың ортасындағы мейрамхананың алдына келді. Әдейі ерте шықты. Өзінен емес, ойынан қашу үшін. Жүрегі кеудесіне сыймай тұр. Айдос кешікпеді. Қарапайым киінген. Бірақ жүрісі нық. Көзінде кешегідей сенім бар.
Қашып кетпегеніңізге рахмет, деді күліп. Мен әдетте қашпаймын, деді Әсемгүл. Ішке кірді. Отырған сәттен бастап айналдағы көздер сезілді. Біреу қарап қояды, біреу танығандай болады. Әсемгүл арқасын тік ұстады. Осы кеште ол жасырынбайды. Айтып алайын, деді ол бірден. Мен сізден үлкенмін, көп. Айдос жымиды. Мен санай аламын, бірақ одан қорықпаймын. Қорықпауымыз, мені ойламайтыныңыз емес пе? Жоқ, деді ол байыппен. Қорықпау, саналы таңдау. Бұл сөз оған әсер етті. Жас жігіттер әдетте сезіммен ойнайды, ал мұнда ойланып тұрған адам. Тамаққа тапсырыс берді. Әңгіме үзіліп барып жалғасты. Әсемгүл өзіне өзі таңғалды. Ол ашылып сөйлеп отыр. Күйеуімен 10 жылда айтпаған ойларын осы жігітке айтып отыр. Сізді бәрі неге таңғалтады білесіз бе? Деді Айдос. Неге? Сіз өз жасыңыз үшін кешірім сұрамайсыз. Сол сәтте мейрамханаға бір әйел кірді. Әсемгүл бірден таныды. Жұмыстағы әріптес. Әйелдің көзі бірден оларға түсті. Көзқарас суық, бағалаушы. Міне, деді Әсемгүл баяу. Мен айтқан шекара осы. Бұл сіздің шекараңыз емес, деді Айдос. Бұл олардың қорқынышы. Әйел өтіп кетті, бірақ артынан қарады. Ертең тағы әңгіме болатынын Әсемгүл біліп тұр. Кеш соңына қарай Айдос есеп сұрады. Бұл менің шақыруым, деді. Сіз міндетті емессіз. Мен қаламын. Сыртқа шықты. Түн жылы, қала тірі. Үнсіз бір жүрді. Мен сізді сүйреп апарғым келмейді, деді Айдос. Бірақ тоқтап та қоқым келмейді. Әсемгүл тоқтады. Ол осы сәтті күтіп тұрғандай еді. Онда ережені айтайын, деді ол. Айтыңыз. Мен жасырын болмайын. Жарайды. Уақытша ойын болмайды. Келіспеймін десем, кетер ме едіңіз? Иә. Онда келісемін, деді Айдос. Осы жауап бәрін шешті. Айдос оны үйіне дейін жеткізді. Есіктің алдында тұрғанда ауа қоюланып кеткендей болды. Қол созды, бірақ тоқтады. Мен асықпаймын, деді. Таңдау өз өзіңіздікі. Әсемгүл алғаш рет өзі бірінші қадам жасады. Оның қолын ұстады. Қатты емес, бірақ нақты. Мен де асықпаймын, деді. Олар солай қоштасты. Поцелуйсіз. Бірақ бұл ең қауіпті қоштасу еді. Өйткені шекара сызылды. Енді артқа жол жоқ. Үйге кіргенде телефоны дір етті. Айдос. Мен бүгін бір шешім қабылдадым. Әсемгүл жазды. Қандай? Жауап көп күттірмеді. Айдос. Сізден қорықпаймын, қоғамнан да. Әсемгүл терең дем алды. Ал ертең шынайы сынақ басталатынын ол сезді. Әсемгүл таңертең жұмысқа жиналып жатқанда есіктің қоңырауы соғылды. Ерте еді. Қым ерте. Жүрегі бірден секем алды. Бұл жай қонақ емес. Есікті ашқанда ол тұрды. Ерлан. Бұрынғы күйеуі. 10 жыл бірге тұрған. Соңғы 3 жылы үндемей. Соңғы жылы бөлек. Ал ажырасқандарына 2 жыл болса да, ол дәл осылай ескертусіз келетін әдетін тастамаған. Кір, деді Әсемгүл салқын. Ерлан үйді шолып шықты. Өзгермепсің, деді мысқылмен. Бәрі сол күйі. Ал сен өзгермепсің, деді Әсемгүл. Әлі де рұқсатсыз келесің. Ол күліп қойды. Қалада әңгіме көп екен, деді турасына көшіп. Сен жайла. Міне, негізгі соққа. Қандай әңгіме, деді Әсемгүл біле тұра. Жас жігітпен жүріп жатыр дейді, рас па? Әсемгүл үндемеді. Үндемеу, кейде иә дегеннен де қатты жауап. Сен 50-ге келдің, деді Ерлан даусын көтеріп. Балаларың бар. Ертең олар не дейді? Елге не бетімен қарайсың? Ал сен сол кезде қайда едің? Деді Әсемгүл баяу. Мен 40-та болғанда, мен жылап жүргенде. Ерлан үндемей қалды, бірақ тез есін жіді. Ол сені пайдаланады, деді. Жас қой, қызық шын ғана. Ал сен мені не үшін пайдаландың? Деді Әсемгүл тік қарап. Бұл сұрақ оған ауыр тиді. Ерлан орнынан тұрды. Мен еркекпін, деді ол. Маған рұқсат. Ал мен әйелмін, деді Әсемгүл. Маған тыйым. Үйде ауыр тыныштық орнады. Ол жігітті таста, деді Ерлан соңында. Әйтпесе өзің ұтылмайсың. Әсемгүл жымиды. Бұл мазақ күлкі емес, бостандық күлкісі. Мен сенен бұрын ұтылғанмын, деді ол. Енді өзім үшін өмір сүргім келеді. Ерлан есікке қарай беттеді. Өкінесің, деді соңында. Мүмкін, деді Әсемгүл. Бірақ бұл жолы өз таңдауым үшін.
Есік жабылды. Қолы дірілдеп тұрды. Бірақ ішкі бір нәрсе орнына түскендей. Телефоны дір етті. Айдос. Бүгін даусыңыз басқа сияқты. Бірдеңе болды ма? Әсемгүл көп ойланбай жазды. Әсемгүл. Өткен өмірім келіп кетті. Жауап бірден келді. Айдос. Ол сізді қорқытты ма? Әсемгүл. Жоқ. Бұрын қорқытатын. Бүгін жоқ. Осы сәтте өзі де таңғалды. Шынымен, қорықпапты. Кешке Айдос келді. Көп сөйлемеді. Жай ғана жанында болды. Шай ішті, тыңдады. Мен сізді қорғау үшін келмеймін, деді ол. Сіз өзіңіз-ақ мықты екенсіз. Әсемгүл оған ұзақ қарады. Міне, айырмашылық. Бірі билегісі келді, екіншісі қатар тұрғысы келеді. Ол түнде алғаш рет біреуге арқасын тіреп ұйықтады. Жақындық болды, бірақ асығыс емес. Денеден бұрын сенім. Ал есіктің сыртында қалған өткен өмір бір жола жабылғандай еді. Бірақ ертең қоғам мен балалардың даусы қаттырақ шығатынын Әсемгүл әлі білмейтін. Әсемгүл ол күнді сезіп оянды. Әдеттегідей емес, көңілде тыныштық жоқ. Кеше Ерлан, түнде Айдос, ал бүгін бәрі сыртқа шығатынын іші сезді. Жұмысқа барды. Кеңсе алдында таныс көлік тұр. Жүрегі шымете қалды. Бұл кездейсоқтық емес еді. Кіре салысымен хатшы қыз. Әсемгүл апай, сізді директор шақырып жатыр, деді. Кабинетке кіргенде жағдай анық болды. Директор жалғыз емес. Қасында бөлім басшысы және кеше мейрамханада көрген әйел. Отырыңыз, деді директор ресми үнмен. Бізге бір мәселе бойынша шағым түсті. Қандай шағым? Деді Әсемгүл. Сіздің жеке өміріңізге байланысты. Міне, жеке өмір қоғамдық талқыға айналған сәт. Сіз жас қызметкермен қарым-қатынаста екенсіз, деді бөлім басшысы. Бұл мекеменің имиджіне әсер етеді. Әсемгүл тік отырды. Ол біздің мекемеде жұмыс істемейді. Бірақ қоғам басқаша қабылдайды, деді директор. Әсіресе сіздің жасыңызды ескерсек. Тағы сол сөз, жасы. Сонда, деді Әсемгүл баяу, бірақ анық. Менің жасыма байланысты менің өмірім шектеле ме? Үнсіздік орнады. Біз тек ескерту жасаймыз, деді директор. Бірақ ойланып жүргеніңіз жөн. Әсемгүл орнынан тұрды. Мен ойландым. Ұзақ ойландым. Енді өз өмірім үшін кешірім сұрамаймын. Есікті жапқанда қол дірілдеді. Бірақ бұл қорқыныш емес еді. Түсте қызы қоңырау шалды. Анашым, деді даусы ауыр. Әлеуметтік желіде сен туралы жазып жатыр. Не деп? Жас жігітпен жүрген 50 жастағы әйел деп. Әсемгүл көзін жұмды. Сен ұяласың ба? Деді бірден. Үнсіздік. Кейде, деді қызы шын айтып. Бұл директор сөзінен де ауыр соққы болды. Мен сені ренжіткім келмейді, деді Әсемгүл. Бірақ мен тірі адаммын. Тек ана ғана емеспін. Мен білем, деді қызы. Бірақ адамдар әрқашан болады, деді Әсемгүл. Қойған соң көзінен жас шықты, бірақ жыламады. Бұл жолы өзін ұстап қалмайды. Кешке Айдоспен кездесті. Ол бәрін білді, жасырмады. Маған да айтты, деді ол. Сені пайдаланып жүр, деді. Ал сен не дедің? Деп сұрады Әсемгүл. Айдос жымиып. Мен өз таңдауымды білем, дедім. Олар үнсіз жүрді. Қала бұрынғыдай емес. Әр бұрышта көз, әр терезеде пікір бардай. Егер сен тоқтағың келсе, деді Айдос. Мен түсінемін. Сен бәрін жалғыз көтермеуің керек. Әсемгүл тоқтады. Осы сәт шешуші еді. Мен енді тоқтамаймын, деді ол. Біреулер үшін емес, өзім үшін. Айдос оның қолын қысты. Онда мен қасында боламын. Сол кеште Әсемгүл үйге келген соң әлеуметтік желіні ашты. Пікірлер ауыр, ащы, қатыгез. Ол біреуіне де жауап бермеді. Тек бір сөйлем жазды да парақшасын жапты. Әйелдің жасы айып емес. Өз өмірін сүру ұят емес. Түн. Үй тым-тыныш. Тіпті сағаттың тықылы да қатты естілетіндей. Әсемгүл жарықты қоспады. Пальтосын шешпей диванға отыра кетті. Бүгін бәрі шаршатқан. Адамдар емес, сөздер. Телефоны өшірулі, әдейі. Бір түнге болса да бәрінен ажырағысы келді. Айдос да, балалар да, қоғам да, бәрі кейін. Айнаға қарады. Жарықсыз. Көлеңкеде. Бірақ бәрі көрініп тұр. Әжімдер. Шашындағы бірен-саран ақ.
иығындағы шаршау. 50, деді ол сыбырлап. Бұл сөзді бұрын қарық сияқты қабылдайтын. Бүгін жай сан. Ас үйге өтті, шай қойды, бірақ ішпеді. Терезені ашты. Қала ұйықтамайды. Біреулер күліп жатыр, біреулер асығып барады. Ал ол дәл осы сәтте жалғыз. Ойы өзінен өзі өткенге кетті. Қырықтағы әсем гүл. Күйеуі бар, бірақ жалғыз. Үй толы адам, бірақ бос. Өз тілегін жұтып, бәрінен ыңғайланған жылдар. Сонда мен қашан өмір сүрдім, деді дауыстап. Диванға қайта отырды. Жүрегінде бір ауыр түйін бар. Бұл Айдос емес, бұл қорқыныш. Ертең не болады деген. Телефонды қосты, ондаған хабарлама. Оқымай өтті. Тек біреуін ашты. Айдос. Бүгін жанында болғым келді, бірақ өзіңе уақыт керек екенін сездім. Осы сөз көзін жасқа толтырды. Ол талап етпеді, қыспақ қалмады. Таңдау қалдырды. Әсемгүл орнынан тұрып шкафты ашты. Ескі альбом. Суреттер. Балалар кішкентай, өзі жас. Күлімдейді, бірақ көзінде сол баяғы шаршау. Мен сендер үшін бәрін істедім, деді суретке қарап. Енді өзім ішінде өмір сүруге бола ма? Жауап жоқ. Бірақ ішінен бір үн шықты. Иә. Таңға жақын ғана ұйықтады. Қысқа, керең емес, бірақ тыныш. Таңертең күн сәулесі бетіне түсті. Әсемгүл бірден тұрып кетті. Айнаға қарады. Кеше-кешке әйел қарады. Кеше-кешке әйел емес, көзінде басқа анықтық бар. Телефонды қайта алды. Алдымен бір хабарлама жазды. Қызына. Мен сені жақсы көрін, бірақ мен де адаммын. Уақыты те сен мені түсінесің. Сосын Айдосқа. Мен қорықтым, бірақ тоқтағым келмейді. Жауап көп күттірмеді. Айдос. Мен де, қандай болса да. Әсемгүл терең дем алды. Бұл уәде емес. Бұл бірге жауапкершілік алу. Ол сыртқа шықты. Күн ашық, қала баяғыдай. Бірақ өзі өзгерген. Әсемгүл бұл кездесуден қашып жүрді. Бірақ қашатын жер қалмады. Балалары өздері келеміз деді. Әңгімелесу керек. Қысқа салқын сөз. Үй жинаулы, шай дайын. Бірақ бұл қонаққа емес еді. Бұл сот. Алдымен үлкен қызы кірді, артынан ұлы. Екеуі де салмақты, бөгде. Бұрынғыдай мама деп құшақтаған жоқ. Отырыңдар, деді Әсемгүл. Үнсіздік. Алғаш болып қызы сөйледі. Анашым, бізге қиын болып жатыр. Несі қиын? Деді Әсемгүл, даусы сабырлы. Сені жұрт қалай айтып жатқанын көріп жүрміз, деді ұлы. Университетте де, достар арасында да. Міне, енді жасырмайды. Ал сендер қалай көріп жүрсіңдер? Деді Әсемгүл тура қарап. Қызы көзін тайдырды. Кейде ұяламын, деді сыбырлап. Бұл сөз Әсемгүлді ішінен тіліп өтті. Директор да, Ерлан да, Өсек те бұлай ауыртпаған. Мен сендерді түсінемін, деді ол біраздан соң. Бірақ бір сұраққа жауап беріңдерші. Балалары үнсіз. Мен өмір бойы сендер үшін өмір сүрдім. Әкелеріңе шыдадың. Өмірімді кейінге қалдырдың. Енді меніңге бақытты болуға құқым жоқ па? Ұлы қабағын түйді. Бірақ ол сенен тым жас қой. Ал мен тым кәрімін бе? Деді Әсемгүл. Үнсіздік. Бұл жауап. Мен сендерге ұят әкелгім келмейді, деді Әсемгүл. Бірақ мен өзімді тірідей көміп тастай алмаймын. Қызының көзіне жас келді. Біз сені жоғалтып аламыз ба деп қорқамыз. Осы сөз бәрін өзгертті. Бұл айып емес, бұл қорқыныш. Әсемгүл орнынан тұрып қызының жанына отырды. Мен ешқайда кетпеймін. Мен сендердің аналарынмын. Бірақ сонымен қатар әйелмін. Ұлы күрсінді. Бізге уақыт керек, деді ол. Маған да керек болды, деді Әсемгүл. Бірақ оны ешкім бермеді. Мен өзім алдым. Әңгіме осымен бітті. Құшақ жоқ, күлкі жоқ. Бірақ есік тарс жабылған жоқ. Бұл да бір үміт еді. Балалар кеткен соң Әсемгүл ұзақ отырды. Жеңілдік сезімі жоқ. Бірақ бір ауыр жүк түскендей. Телефонға хабарлама келді. Айдос. Қалай өтті? Әсемгүл бір ғана сөйлем жазды. Мен бүгін ана ретінде емес, адам ретінде сөйледім. Жауап бірден келді. Айдос. Бұл ең қиын рөл. Әсемгүл терезеге қарады. Қала баяғыдай. Бірақ енді ол жалғыз емес. Қарсысында балалары, қоғам, өткен. Ал ішінде
өзі. Бұл әңгіме бәрін шешпеді, бірақ бір шындықты ашты. Балалар да, қоғам да оның өмірін өмір сүріп бермейді. Әсемгүл бұл күнді тыныш бастаймын деп ойлаған. Қателескен екен. Таңертең телефонды ашқандақ бәрі анық болды. Хабарламалар бірінен соң бірі. Бейтаныс адамдар. Кейбірі таныс, кейбірі тым батыл. Ят емес пе? Балаларың бар емес пе? Жас жігітті ақшаңмен ұстап жүрсің бе? Оқымайын деді, бірақ қолы өзінен өзі төмен сырғып пікірлерді аша берді. Әлеуметтік желіде оның суреті тұр. Айдоспен бірге түскен. Кеше біреу жасырын түсіріп, жүктеп жіберген. Тақырып анық, ауыр. 50-ге келген әйелдің ермегі. Әсемгүлдің ішінен бірдеңе үзіліп түсті. Бұл енді жеке өмір емес еді. Бұл қоғамдық сот. Жұмысқа бармады. Қажеті де жоқ еді. Бәрі айтылды. Телефон қоңырау шалды. Директор. Әсемгүл, бізге қиын жағдай туып тұр, деді ол. Біраз уақыт демалыс алғаныңыз дұрыс шығар. Бұл ұсыныс па, әлде қысым ба? Деді Әсемгүл. Үнсіздік. Мен өзім шешем, деді де қоңырауды өшірді. Айдос келді, көзі ашулы, бірақ өзіне емес, әлемге. Мен бұлай болады деп күтпедім, деді ол, бірақ қашпаймын. Бұл сенің соғысың емес, деді Әсемгүл. Ал сенің соғысында мен тек көрермен болуым керек пе? Осы сөз оған тиді. Ол Айдосты қорғап жүрген түсінді, бірақ бұл да оны төмендету еді. Жоқ, деді ол, бірақ сен де дайын болуың керек. Сол сәтте есік тағы соғылды. Ерлан, тағы да. Көрдің бе? Деді ол ішке кіріп. Мен айтқанмын. Әсемгүл оған тік қарады. Бұл сенің жеңісің емес. Балаларың не дейді? Деп сұрады ол мысқылмен. Мен олармен сөйлестім. Ерлан Айдосқа қарады. Сен кет, әйелді ойыншық қылма. Айдос бір қадам алға шықты. Мен кетем, деді ол, егер ол өз айтса. Үйде ауыр тыныштық орнады. Әсемгүл осы сәтте бәрін түсінді. Бұл шешім сәті. Қоғам, өткен, болашақ, бәрі бір бөлмеде тұрғандай. Ерлан, сен кет, деді ол. Ал сен, деді Айдос. Әсемгүл терең дем алды. Мен бүгін ешкім үшін емес, өзім үшін қалам, деді ол. Ерлан есікті тарс жапты. Айдос үнсіз қалды. Кешке қарай Әсемгүл әлеуметтік желіге қайта кірді. Бір жазба жазды. Ұзақ емес, бірақ анық. Мен ешкімнің күйеуін тартып алған жоқпын. Мен ешкімнің баласын азғырған жоқпын. Мен тек өз өмірімді сүріп жатырмын. Ал оған менің құқығым бар. Пікірлер тоқтамады, бірақ ол алғаш рет олардан қашпады. Айдос оның жанында отырды. Мен қалам, деді ол тағы да. Әсемгүл оның қолын қысты. Онда енді жеңіл болмайды. Мен жеңілін іздеп келген жоқпын, деді Айдос. Түн түсті. Сыртта қала шулап жатыр. Ал үйдің ішінде бір әйел қоғамға ашық шықты. Таң тыныш атты. Тым тыныш. Әсемгүл дәл осы тыныштықтан қорқатын түсінді. Кеше айқай болды, сөз болды, көз жаста шықты. Ал бүгін бос кеңістік. Айдос әлі ұйықтап жатыр. Беті жас көрінеді. Ертеңі бар адам сияқты. Ал ол өз өмірінің ортасында тұр. Ас үйде шай қойды, ішпеді. Терезеден қалаға қарады. Осы қалада ол бәрін бастан кешті. Күйеу, ана, қызметкер, әдепті әйел. Ал өзін ең соңына қойған. Телефонын алды. Жаңа хабарламалар жоқ. Бірақ іші біртүрлі тыныш емес. Айдос оянды. Бүгін қалайсыз? Деді ол. Әсемгүл жымиып. Бүгін анық ойлаймын, деді. Олар үнсіз таңғы ас ішті. Айдос бірдеңені сезгендей болды. Бірдеңе дұрыс емес пе? Деп сұрады ол. Әсемгүл ұзақ үнсіз отырды да, мен сені қорғап жүрмін, деді. Мен қорғауды сұраған жоқпын, бірақ мен өзіңді де қорғап жүрмін. Айдос оған тік қарады. Сен кеткің келе ме? Сұрақ тура қойылды. Жауап та тура болуы керек еді. Иә, деді Әсемгүл. Уақытша. Айдос жымиды, бірақ бұл күлкі емес еді. Мен ауыртпалықпын ба? Жоқ, сен таңдаусың. Ал менің таңдауым әлі толық емес. Ол орнынан тұрып бөлмеге кірді. Шкафтан шағын сөмке алды. Көп зат салмады, бұл қашу емес еді. Мен жалғыз қалуым керек, деді Әсемгүл. Егер мен қазір сенімен қалсам, ертең сені кінәлаймын. Ал мен ондай болғым келмейді. Айдос үнсіз қалды. Қаншаға? Деді ол. Білмеймін, бірақ қайта келмесем, бұл да жауап болады. Олар есік алдында тұрды. Бұл қоштасу емес сияқты, бірақ бірге де емес. Мен сені күтемін, деді Айдос.
Күтуге уәде берме, деді Әсемгүл. Өміріңді тоқтатпа. Ол шықты. Көшеге. Таксиге отырды. Қайда баратынын айтпады. Тек алыс емес, тыныш жер, деді. Телефонды өшірді. Қала артта қалды. Әсемгүл терең дем алды. Алғаш рет. Соңғы апталарда жүрегі сәл жеңілдеді. Әсемгүл шағын қонақ үйге тоқтады. Қаланың шетінде. Терезеден тау көрінеді. Шу жоқ, таныс адамдар жоқ. Бұл жерге оны ешкім іздеп келмейді. Бөлме қарапайым, артық ештеңе жоқ. Дәл өзі сияқты, артық, рөлсіз. Алғашқы күні телефонды қоспады. Ешкіммен сөйлеспеді. Таңертең серуендеді. Кофе ішті. Кітап алды. Бірақ оқымады. Ойы жетпеді. Екінші күні күн шықпай оянды. Айнаға қарады. Ұзақ. Бұрын айнаға қарап, жасарып кетсем ғой дейтін. Бүгін басқа ой келді. Мен қандаймын? Сол қалпында жеткіліктімін. Қаладағы кафеде жалғыз отырды. Қасында жас жұп, қарт әйел, орта жастағы ер адам. Ешкім оған қарап, баға беріп отырған жоқ. Әркім өз өмірімен әлек. Сол сәтте Әсемгүл бір шындықты түсінді. Оған ең қатал сот өзі болған. Кешке дәптер сатып алды. Алғаш рет өзіне хат жазды. Мен ұзақ уақыт үндемей келдім. Өзімді ақтаумен өмір сүрдім. Енді ақталмаймын. Жазып отырып жылады, тоқтатпады. Бұл әлсіздік емес, босау еді. Үшінші күні телефонды қосты. Хабарламалар көп. Бірақ біреуін ғана ашты. Айдос. Мен күтіп отырған жоқпын. Мен өз өмірімді жалғастырып жүрмін. Бірақ сенің қайтып келуіңе дайынмын. Бұл сөз жүрегіне жылы тиді. Қысын жоқ, талап жоқ. Балаларынан да хабар келді. Қызы қысқа жазған. Анашым, мен сені түсінуге тырысып жүрмін. Әсемгүл терең дем алды. Әсемгүл қайтар күнін нақты белгілемеген еді. Бірақ сол таң ерекше басталды. Ішінде бір тыныш сенім бар. Қашу емес, күту де емес, дайындық. Қалаға түстен кейін келді. Көшелер таныс. Бірақ өзі басқа. Көзқарасы баяу емес, анық. Қала ортасындағы шағын көрмеге кірді. Бұрын бара бермейтін. Енді қызығып кірді. Адам аз, суреттер тыныш. Бір картинаның алдында ұзақ тұрды. Онда әйел бейнеленген. Жасы белгісіз, көзі терең. Сізге бұл ұнай ма? Деген дауыс естілді. Әсемгүл бұрылды. Айдос. Күтпеген бірақ таңғаларлық емес. Екеуі де жымиды. Артық таңданыссыз. Бұл ұзақ ойланған адамдардың кездесуі. Қалайсыз? Деді ол. Тірімін, деді Әсемгүл. Ал бұл жақсы белгі. Олар көрмеден бірге шықты. Көшеде үнсіз жүрді. Бұрынғыдай емес, асықпай. Мен сені іздеген жоқпын, деді Айдос. Мен де жасырын жүрген жоқпын, деді Әсемгүл. Бұл шындық екеуін де жеңілдетті. Кафеге кірді. Әңгіме терең емес, бірақ шынайы. Не көргенін, не түсінгенін айтты. Бір-бірін өзгертуге тырыспады. Мен кетіп қалуыңды ауыр қабылдадым, деді Айдос. Мен де өзіңнен кетіп қалудан қорықтым, деді Әсемгүл. Үнсіздік, бірақ ауыр емес. Енді қалай? Деді Айдос. Бұл сұрақ бұрын қорқыныш деді. Бүгін анық. Біз бірге бола аламыз, деді Әсемгүл. Бірақ бір шартпен. Қандай? Мен өзімді жоғалтпаймын, ал сен өз өміріңді тоқтатпайсың. Айдос жымиды. Бұл теңдік. Сол сәтте жаңбыр жауды. Кенеттен. Қаланың ортасында. Екеуі шатырдың астына кірді. Күлді. Ұсақ сәттер өмірдің өзі. Мен сені жақсы көремін, деді Айдос кенет. Әсемгүл тоқтады. Бұл сөзді ойнап айтпады. Мен де, деді ол. Бірақ бұл жолы қорықпай. Олар құшақтасты. Қатты емес, бірақ мақты. Күн шыққан кезде Әсемгүл терезеге қарады. Шаңмен шу жоқ. Қаланың дыбысы қашып кеткендей. Тек өзі бар. Жаны тыныш, жүрегі ауыр емес. Елуге келген әйел. Бірақ енді толықтай өз өмірінің иесі. Айдос шақырды. Дайынсың ба, деді ол. Иә, деп жауап берді Әсемгүл. Бірақ біз енді әрқашан бірге боламыз деп емес. Біз бірге жүре аламыз деп келсеміз. Көп нәрсе өзгерді. Ешкімді ренжітпей, ешкімді күштеп ұстамай. Тек шындық, тек таңдау. Балаларда хабарласты. Қысқа ғана. Мен өз өмірімді басқара бастадым. Бірақ мен сіздерді әрдайым сүйемін. Жауап келгенде жүрегі жылыды. Қызы.
біз сені түсінеміз анашым. Ал ұлы, өзіңе сен анашым. Бұл ең ауыр күндерден кейінгі жеңіс. Ешқандай сөзбен емес, тек сезіммен дәлелденген жеңіс. Әсемгүл бейтаныс кафеде отырды. Қолында кофе, алдында күн. Айдос келді. Отырды. Көздері бір-біріне түсті. Көп сөйлемеді. Сөйлемесе де болды. Бұл бастамасы ғана, деді ол. Иә, деді Әсемгүл. Бәрі әлі алда. Бірақ мен қорықпаймын. Қала әлі тірі. Адамдар әлі пікір айтып жатыр. Бірақ енді ол естімейді. Оның таңдауы, оның өмірі. Бірінші рет өзін толық сезінді. Мен 50-ге келдім, бірақ өзімді толықтай таптым, деп сыбырлады ол ішінен. Айдос қолын ұсынды. Жаңа тарауды бірге бастаймыз ба? Әсемгүл күлімсіреп қолын берді. Иә, бірге. Бірақ әрқайсымыз өзімізді жоғалтпай. Жаңа күн басталды. Ешқандай қорқыныш, ешқандай өсек. Тек шындық, таңдау және өз өмірі. Міне, 50-ге келген әйелдің жаңа тарауы басталды.